Мен ойымша қазақ ютубында Free Fire деген ойынды білмейтін адам жоқ сияқты. Өйткені бұл ойынды қазіргі уақытта барлығы ойнайды, яғни барлық школьниктер. Ойнап айтам, үлкендер де ойнайды ғой. Мысалы, қарапайым бро. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Бек-Q бро арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей алмаздарға лутбокс ашатын боламыз, ал сіздер миллиард лайк пен миллиард просмотр жинайтын боласыздар. Вообще мен түсінбедім, қалай бұл ойын соншама атақты болып кетті Қазақстанда. Иә, әсіресе Қазақстанда. Өйткені басқа елдерде бұл ойын ешкімге керек емес. Білмеймін, бәлкім мен қателесетін болармын. Шынына керек, бұл ойынды жарты жыл, бір жыл бұрын ешкім білмеді. Тек жақында ғана атақты болып кеткен ойын. Не қызықты тапты адамдар бұл ойыннан, мен білмеймін. Достар, мені бұл ойынның хейтері деп ойлап қалмаңыздар. Маған бәрібір. Алайда мен ойымша Free Fire'дан гөрі PUBG немесе Fortnite жақсы сияқты. Жалпы мен ойымша Free Fire'ды көп адам ойнауының себебі мында сияқты. Біріншіден, бұл ойын тегін, және бұл ойынды смартфонмен де, және компьютермен де ойнауға болады. Екіншіден, ойын көп қуаттылықты алмайды. Яғни оны мықты емес, жай смартфондармен де ойнауға болады. Үшіншіден, ойында неше түрлі лутбокстар, скиндер, бонустар өте көп. Және төртіншіден, ютуберлер осы ойыннан көп видео түсіре бергесін, көпшілігі қызығып ойнап бастады. Осының бәрін айтқан менде, сонда да мен бұл ойынды неге соншама адам көп ойнайды екенін мен түсінбеймін. Мен ойымша мен ешқашан түсінбейтін сияқтымын. Достар, комментарийға неге Free Fire сіздерге ұнайды, соны жазып кетіңіздер. Егер де ұнамаса, неге ұнамайды, соны жазып кетіңіздер. Ал осымен бұл мульт аяқталады. Сіздерден лайк, подписка, сау болыңыздар. Келесі мультте кездесеміз.